Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пешке арналған торбада ет пен мол көкөністен жасалған тамақ жасап көрсететін боламын. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен бүкіл ингредиенттерімізді терең ыдысқа салып аламыз. Бізде ол 2 картоп, 1 сәбіз, 100 грамм бұршақ, 2 сарымсақ, жасыл бұрыш, қызыл бұрыш, 1 пияз, 1 үлкен қызанақ, 250 грамм ет және де дәмдеуіштер, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық тұз және де 2 шай қасығы тимьян. Келесі бізге соусымыз үшін 50 мг ыстық су қажет, 2 үлкен қасық томат пастасы қажет. Егер қаласаңыз 2 үлкен қасық май қоссаңыз да болады. Жақсылап араластырғаннан кейін ингредиенттердің үстіне құйып араластырамыз. Етімізді көкөністерге қарағанда кішірек қып тураймыз, сол кезде жақсы піседі. Жақсылап араластырғаннан кейін пешке арналған торбамызға ингредиенттерімізді саламыз. Жүз миллиграмм су құямыз және торбамыздың аузын жабамыз. Торбамызды тіс тазалағышпен 3-4 жерден тесіңіз. Кейбір торбаларды теспесе де болады, бірақ та сіз міндетті түрде тесіңіз. Алдын ала ысытылған 200 дәрежеде пеште 60 минут пісіреміз. Пісіп болғанша жанына гарнир дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 үлкен қасығы сұйық май, 1 үлкен қасығы сары май қажет. Ерігеннен кейін ұсақ жіңішке макарон қосамыз. Бұл макаронды жай әдемілік үшін ғана қосылады. Аздап қоңыр болғанша қуырғаннан кейін алдын ала жуылған 1 кесе күрішіміз қосамыз. Күріштің суы кеуіп бөлшектене бастағанша ғана қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ, резинка сияқты болып қалады. Одан кейін 1,5 кесе суымызды құйып, жарты шай қасығы тұз, жарты шай қасығы қант және 1 үлкен қасық лимон сығып, араластырып, қақпағын жабамыз. Лимонды біз күрішіміз әппақ болу үшін қосамыз. Күрішіміз піскеннен кейін демалдырып қоямыз. Етімізде буымен жұмсақ және ерекше болып піскен. Осымен біздің тамағымыз дайын. Енді табағымызға әрлеп ұсынамыз. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, әлде менің рецептіммен жасаған болсаңыз, астыға пікір қалдырсаңыз, мен өте қуанышты боламын. Алдағы уақытта ерекше және тез жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себептен каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше.